Богач бір бәстік еді. Ол толық қызға үйленуге келіседі. Бірақ үйлену күні келгенде, қонақтардың бәрі оның жасағанына таң қалады. Дима Мәскеудегі табыстың көрінісі еді. 38 жасында ол фитнес әлемінде тұтас бір империя құрып, элиталы спорт залдар желісіне және спорттық тамақтану брендіне иелік етті. Ол өмірін дене жетілдіруге арнаған адам болатын. Оның бұлшық етті, жинақы денесі тек жаттығулардың емес, темірдей тәртіптің де нәтижесі. Дима үшін бақылау бәрі, ал адамның құндылығы сырт келбетіне байланысты деп ойлайтын. Ол әлсіздікті ұнатпайтын, ал артық салмақты адам тәртіпсіздіктің басты белгісі деп санайтын. Көшеде толық адамды көрсе, іштей мысқылдап, кейде достарының арасында келеке ететін. Адамдар өздеріне қарамайды дейтін ол жиіменмен үнмен. Күтсе, бәрі басқаша болар еді. Бір түні ол достарымен жеке клубта отырды. Достары да бай, ірі кәсіпкерлер болатын, барлығы өмірге жеңіл, сыртқы жылтыр тұрғыдан қарайтын. Біраздан соң Диманың университеттен бергі ең жақын досы Саша оған ерекше ұсыныс айтты. Дима, сенің бизнесте теңің жоқ, деді ол мысқылмен. Әрдайым сымбатты, әдемі әйелдер қасыңда. Бірақ шын сынақтан өткізсек қайтеді. Қандай сынақ? Деді Дима қызығушылықпен, қолындағы вискиін жай шайқап. Пари, деді Саша күліп. Сен өзіңе ұнамайтын типтегі әйелге, мысалы, толық әйелге үйленесің. 6 ай бірге өмір сүресің. Ешқандай ажырасу, жанжал жоқ. Егер жеңсең, біз бәріміз саған қомақты ақша төлейміз. 6-ауымыз бар, өзің есептей бер. Қалғандары ду күлді. Бұл барлығына ойын секілді көрінді. Дима сәл ойланып, салқын күлкімен басын изеді. Ақша оның мәселесі емес еді, бірақ кез келген жағдайды бақылауда ұстай алатынын тағы дәлелдеу оған ұнады. Ал бақытты қалыңдық кім болады? Деді ол мысқылдап. Саша бірден жауап берді. Аня Лукьянова, 34 жаста. Жеке мектептің әдебиет пәнінің мұғалімі. Әрқашан артық салмақпен күресіп келген. Сенің әлеміңнен мүлде бөлек адам. Дима креслосына шалқайып ойланды. Бұл оған әдеттегі ойын сияқты көрінді, өзін тағы бір рет жоғары көрсету тәсілі. Мен келісемін, деді ол ақыры. Достары ду қол шапалақтады. Бірақ Дима сол сәтте өмірінің түбегейлі өзгеретінін, бұл бәстің оның өз жүрегін өзгертетінін елестете де алмады. Толық адамдардың мәселесі біреу-ақ, деді ол достарына өз ойын тағы қайталап. Олар әлсіз. Кім қаласа өзгере алады. Ал Аня? Ол 1000 диета, 1000 жаттығу жасап көрген шығар, бірақ бәрібір жетпеген, себебі тәртібі жоқ. Бұл оңай болады. Суық, есепті, дәл мен сияқты. Оның сөзін бәрі күлкімен қарсы алды. Ал Дима болса, өмір ойын, ал адамдар пешкалар деп ойлады. Ол жеңісіне күмән келтірмеді. Түн аяғына таяғанда Дима келесі қадамын ойластырып отырды. Ойын басталды, және ол әрқашанғыдай бұл жолы да жеңімпаз болатынына сенімді еді. Ал Аня болса, өз өмірі күрт өзгергелі тұрғанын тіпті білмейтін. Ол кешті үйінде кітап оқып өткізді. Телефон шырылдағанда бұл оның ойына да кірмеген тосын жағдай болды. Қоңырау шалған Саша еді. Оны Аня онша жақсы білмейтін, тек мектеп іс-шараларында бірнеше рет сөйлескен. Себебі Сашаның баласы Аня сабақ беретін мектепте оқитын. Сәлем, Аня. Қалың қалай? Деді Саша жылы үнмен. Менде саған бір ұсыныс бар. Бір досым бар, ол сенімен танысқысы келеді. Өте табысты кәсіпкер, және сен оған қызық болыпсың. Аня кітабын жауып, таңырқай қастарын көтерді. Мен бе? Деді ол сенімсіз дауыспен. Ол неге менімен танысқысы келеді? Аня бала кезінен бері өз салмағына байланысты өзіне сенімсіз болатын. Көптеген сәтсіз диеталар мен жаттығулар оның айнадағы бейнесімен күрделі қатынас қалыптастырған еді. Ал Саша сипаттаған өмірді сүретін адамның өзіне қызығуы оған күлкілі көрінді. Иә, дәл сен деп жалғастырды Саша. Дима деген жігіт өте табысты, спортпен айналысады. Бірақ ол бұл жолы өзгеше, қарапайым адаммен танысқысы келеді деді. Мүмкін сенің қасында өзіне басқа нәрсе табар. Аня аздап ойланып қалды. Іштей, бәлкім, осы менің бір сарында өміріме кішкене өзгеріс болар деп ойлады. Сөйтіп ұзақ толғанған соң кездесуге келісімін берді. Кешке қарай Аня шкафының алдында тұрды. Не киерін білмей, уайымдап тұрды.
Киімдерінің ешқайсысы сәндемес еді, ал қымбат мейрамханаға бару ойы оны тіпті қобалжытты. Ақырында қарапайым қара көйлек таңдады, көзге түспейтін, бірақ өзіне аздап сенім беретін. Айнаға қараған сайын ой келді, мен оның көріп жүрген әйелдеріне мүлде ұқсамаймын ғой деп күмәні күшейе түсті. Саша ұйымдастырған мейрамхана Мәскеудің ең қымбат аудандарының бірінде орналасқан еді. Жарығы жұмсақ, музыкасы баяу, бәрі әдемі, бірақ Аня үшін үрейлі атмосфера. Дима бұрыштағы үстелде оны күтіп отырды. Ол Аняны көре сала, көз ілеспес жылдамдықпен бағалап шықты. Бетінде ешқандай белгі байқалмағанымен іштей ойлап үлгерді. Міне, нағыз пішка. Бірақ бәрібір, бәс бар, ойынды бастаймыз. Ол үйреншікті әдетімен әр детальға назар аударды, бірақ өзінің рөлін ойнау керек екенін жақсы білді. Ең бастысы, Аняны сендіру, өзін ерекше сезіндіру. Аня, танысқаныма өте қуаныштымын деді, Дима жылы жымиып, орнынан тұрып. Ол сәл еңкейіп, Аняны бетінен сүйіп амандасты, бәрі шынайы сияқты көрінді. Аня сәл қобалжып, ұялып күлімсіреді. Рахмет, мен де қуаныштымын деді ол жай ғана. Осы сәтте даяшы келіп, мәзірді ұсынды. Аня мәзірдегі бейтаныс тағам атауларын көріп сәл састы. Дима еш кідірместен тапсырыс берді де. Солай-ақ болсын, екеуімізге бірдей әкеліңіз деді. Сөйлесу басталды. Алғашқы кездесу болған соң әңгіме жеңіл, үстірт тақырыптардан тұрды. Дима оның жұмысын сұрады, сонда Аня әңгімеге беріле бастады. Әдебиет пен оқушылар жайлы айтқанда оның көздері шынайы жарқырады. Дима сырт көзге салқын, есепшіл адам болып қалғысы келсе де, Аняның шынайы әңгімесі оны еріксіз қызықтырды. Ол кітаптарға, өмірге, балаларға деген махаббатпен сөйлеген сайын, Дима ішінен ерекше бір жылылық сезді. Бірақ сонымен қатар, оның санасы бәрін салыстырып отырды. Мұның өмірі менікінен қандай алыс деп ойлады ол. Қарапайым әйел. Мен үйренген әйелдерден мүлде бөлек. Иә, дене бітімі мінсіз емес, бірақ оны өзгертуге болады деп ойлады Дима, Аня өз әңгімелерін айтып отырғанда. Аня болса өзіне күтпеген жеңілдік сезінді. Мұндай жағдай оған бұрын соңды болмаған. Диманың өзіне назар аударуы оның жүрегінде бір түрлі жылы сезім тудырды. Ол ештеңе сезіктенбеді, бірақ іштей күмән мазалай берді. Осындай ер адам неге менімен қызығады? Шынымен мені танығасы келе ме, әлде мұның артында бір себеп бар ма? Осы ойлар оны жеп бара жатты. Сол уақытта Дима әңгімені өз жағына бұрып, жеке тақырыптарға көшті. Ол өз бизнесі, фитнес империясын қалай құрғаны және жетістікке жету жолы туралы айтып берді. Бірақ оның әр сөзімен Аня өз орнында емес екенін сезді. Ол сыпайы, әсерлі сөйлегенмен, адамдар жайлы айтқан пікірлерінде бір суықтық бар еді, бұл Аняның адамгершілік құндылықтарымен үйлеспейтін. Кеш соңында Дима оны үйіне дейін шығарып салды. Аня кілтін саусақтарымен айналдыра ұстап, ұяң күлкімен. Кеш үшін рахмет. Не күтерімді білмедім, бірақ жақсы өтті деді. Ұнағанына қуаныштымын деді Дима жылы жымиып. Егер қарсы болмасаң, тағы кездескім келеді. Аня сәл кідіріп, бірақ басын изеді. Әрине, қарсы емеспін. Ол кетіп бара жатқанда Дима оның соңынан қарап тұрып, күтпеген мазасыздық сезінді. Бәрі жоспар бойынша жүріп жатқан еді. Аня баяу оның тұзағына түсіп келе жатқан. Бірақ оның адал, таза көзі мен шынайы жүзі Диманың бойында кінә мен бір түрлі ыңғайсыздық тудырды. Келесі күндері бәрі Дима үшін оңай әрі есеппен жүрді. Бұл оның мұқият ойластырған жоспарының бөлігі болатын. Ең бастысы, Аняның сеніміне кіру, өзін ерекше сезіндіру. Сонда ғана бәсті жеңу оңай болатынын ол жақсы білді. Бірінші кештен кейін 2-ақ күн өткен соң, Дима оған қайта қоңырау шалды. Бұл жолы ол жақын жердегі саябақта серуендеуге шақырды. Аня таң қалды, мұндай ер адам осылай тез хабарласатынын күтпеген. Бірақ бәрібір келісті. Ол Диманың өзіне назар аударуына сенгісі келді. Бұрын ондай көңіл бөлуді ешкімнен көрмеген. Іштей ол үшін бұл сезім әрі қуанышты, әрі түсініксіз еді. Мұндай сымбатты, табысты жігітке мен сияқты қарапайым әйел неге қызық болар екен? Саябақтағы алғашқы серуен кезінде Аня сәл қысылып жүргенімен уақыт өте ашыла бастады. Ол өзінің өмірі, отбасы, жұмысы жайлы айтты. Тыныш саябақтың атмосферасы оған өз ойын еркін жеткізуге көмектесті.
Бір сәтте, ойланбастан, Аня бұрын ешкімге ашпаған сырын айтты. Менің салмақ мәселем бала кезден келе жатыр, деді ол төмен қарап. Отбасында әрдайым мен толық болдым. Не істемедім, диета, жаттығу, бәрі бекер. Қайтадан бұрынғы күйге оралам. Үнемі сәтсіздік. Дима тыңдап отырды. Мұндай әңгімелерді ол бұрын жаттықтырушы болған кезінде жиі еститін. Ол Аняны қорқытпау үшін үнсіз қалып, түсіністікпен бас изеді. Міне, дәлел тағы да ерік жігер мен тәртіптің жоқтығы деп ойлады іштей. Бірақ сырттай жылы үнмен айтты. Саған қиын болған шығар. Бірақ бұл сенің кінәң емес. Кейде бәрі біз ойлағаннан әлдеқайда күрделі. Аня оның сөздерінен шынайы түсіністік сезіп, сәл таңғалды. Көзіне мұң ұялап, әлсіз жымиып. Иә, мүмкін. Мәселе тек салмақта емес. Азық мен үшін ұзақ уақыт бойы жұбаныш болды. Қай кезде уайым, күйзеліс болса, тоқтаусыз тамақтана бастаймын. Сосын кінә сезімі, сосын бәрі қайта басталады. Ол мұны айтып жатқанда, Дима өз ішінде түсініксіз сезімге бөленді. Оның ішінде есепте, аяушылықта, түсініксіз жылы бір нәрсе ояна бастаған еді.